оқытуды бастайтын боламыз. Бірінші кезеңнің екінші күні болып табылады. Бүгінгі оқытуда біз қызметкердің карточкасын, яғни құруды үйренеміз. Өз ұйымыңызға енгізу бойынша үйрететін боламын. Мән беретін жағдай, сіздердің сол жақ бөлігінде кадровые документы бөлігі бар, бөлімі. Кадровые документы бөліміне басамыз. Бұл жерде сіздерде көрсетілгендей персональные данные работника. Яғни персональные данные работника бөлігінде кірсеңіздер, сіздердің өздеріңіздің ұйымдарыңыз жазылып тұрады, осы бөлігі бос болады. Яғни алдағы уақытта сіздердің енгізетін барлық қызметкерлеріңіз, әріптестер микрофондарыңызды өшірсеңіздер. Сұрақтарыңызды оқыту соңында қоятын боласыздар. Recording in progress. Басынан бастаймыз. Кадровые документы бөлімінде сіздерде персональные данные работники бар. Яғни осы бөліктен сіздер алдағы уақытта өздеріңіздің қызметкерлеріңізді көретін боласыздар. Жоғарыға мән берсеңіздер, бұл жерде организация, яғни өздеріңіздің ұйым атауы көрсетіледі. Келесі кезекте бұл жерде сіздерде қызметкерлер, үміткерлер және де мұрағатта деген 3 бөлім бар. Яғни қазіргі уақытта барлық қызметкерлеріңіз сіздерде кандидаты бөлімінде болып, работникке көшетін болады. Сіздерде бұл жерде кандидатыға басу керек болады. Бірінші кезекте мән беретін жағдай, сіздердің қызметкерлеріңіздің иінін осы бөліктен тексеретін боласыздар. Егер де не найдено физлицо деген болатын болса, сіздер создать батырмасын басып құрайтын боласыздар. Яғни бұл жерден біз создать батырмасын басамыз. Келесі кезекте сіздерде қызметкер карточкасын құраудағы бірінші беті шығатын болады. Яғни бастапқы общий бөлімінде сіздерде толыққанды сары ұяшықтар көрсетілген, сол барлық сары ұяшықтарды сіздерге толтыру керек. Мән беретін жағдай, фионы жазған кезде бастапқы әріптері ғана бас әріптен жазылады. Мысал ретінде Салимова Камила Анатунаны аламыз. Яғни сіздер бірінші декретницаларыңызбен директорларыңызды осылай жүйеге кіргізіп алуларыңыз керек. Яғни основной жұмыстағы қызметкерлерді енгізесіздер, одан кейін декретницаларды декретке жіберу арқылы келесі оның орындағы қызметкерлерді орналастыратын боласыздар. Қызметкердің фиосын жаздық, туған күнін жазамыз. Келесі кезекте иінін жазамыз. Яғни менде құрастырылған иін болғандықтан бұл жерде некорректно деп шығып тұр. Келесі кезекте пол, яғни бұл жерде сіздерде женский және де мужской пол болып автоматты түрде енетін болады. Национальность, яғни қызметкердің ұлтын таңдау үшін 3 бұрышқа басамыз, показать все батырмасын басамыз. Бұл кезекте сіздерде қызметкерлеріңізге сәйкес, өзіне сәйкес ұлтын таңдайтын боласыздар. Қазіргі уақытта мен казашка деген таңдаймын. Ендігі кезекте қызметкердің номер договоры жазу керек болады. Және де сол договор қай уақыттан бекітілгендігін көрсетемін. Яғни мысал ретінде көрсетілдім. Записать батырмасын міндетті түрде басамыз. Яғни дело номера сіздерде журналдарыңызда жазылатын, яғни әрбір қызметкерде учет жүргізілетін
дело номерісін жазамыз. Келесі кезекте әріптестер, бұл жерде менде удостоверение бөлімі ашылды. Егерде сіздерде бұл жерде сұр болып тұрса, сіздер келесі алгоритмді орындайсыздар. Яғни қазіргі уақытта менде бұл бөлік енгізіліп тұрғандықтан, сары болып, мен осы бөлікті толтырамын. Яғни удостоверение қызметкердің удостоверение личностін аласыздар. Бұл жерде видін таңдайсыздар. Яғни показать всеға басу арқылы керекті ақпаратты таңдайтын боласыздар. Қазіргі уақытта удостоверение личности гражданина Республики Казахстан алынған. Удостоверениеде серия болмағандықтан осы бөлігін бос қалдырамыз. Номер удостоверениедағы жазылғанды белгілейміз. Дата выдачи қай аралықтан екендігін таңдаймыз. Және де қай аралыққа дейін екендігін көрсетеміз. Бұл жерде сіздер өздеріңіз толыққанды толтырып шығасыздар. Келесі кезекте кем выдан. Бұл бөлікте де үш бұрышқа басу арқылы сіздер таңдайтын боласыздар. Применить батырмасын басқан кезде автоматты түрде осы бөлігіне енетін болады. Водительское удостоверение. Бұл тек қызметкеріңіз жүргізуші мамандығында болса, лауазымында, осы кезде сіздер толтыратын боласыздар. Яғни толыққанды осы бөлігінде таңдау жасап, енгізетін боласыздар. Қазіргі уақытта менің қызметкерім жүргізуші мамандығына орналаспайды. Сондықтан да осы бөлікті бос қалдырдым. Келесі кезекте гражданство. Яғни қызметкеріңіз егерде басқа государствоның, мемлекеттің гражданствосы болса, шетелдің, гражданин иностранного государства, страна бөлігінде сіздер показать всемен керектісін таңдайтын боласыздар. Қазіргі уақытта менің қызметкерім гражданин Республики Казахстан. Келесі кезекте бұл жерде гражданство физического лица. Яғни қай аралықтан енгендігін көрсетеміз. Менде қызметкерім дүниеден келгеннен бері, яғни 2021 деп туған күнін аралығын қоятын боламын. Применить батырмасын басамын. Ендігі кезекте әріптестер мән беретін жағдай. Толыққанды жаңағы сары ұяшықтарын толтырғаннан кейін міндетті түрде записать батырмасын басу керек. Записать батырмасын басқаннан кейін применить, принять на работу, создать начальную расстановку. Яғни сіздер екіншісін таңдайтын боласыздар. Келесі кезекте сіздерде автоматты түрде қызметкердің фиосы шығатын болады. Сонымен қатар келесі бөлімдер, дата приема. Қызметкеріңіз сіздерге жұмысқа орналасқан дата приемасы болу керек. Яғни бастапқы кезде номер договора мен датасын жазған болатынмын. Келесі кезекте дата перевода. Яғни қазіргі уақытта қай лауазымда отыр, сол переводын жазатын боламыз. Егерде қызметкеріңіз ешқандай ауыспаған болса, бір лауазымда ғана отырған болса, дата приема күнін қайталап жазатын боласыздар. Қазіргі уақытта менің қызметкерім, яғни басқа лауазыммен переводта отыр, Қазіргі лауазымы ауысқан, соны көрсететін боламын. Вид занятости. Сіздерге көрсетілгендей, бұл жерде основное место работы, совместительство, внутренние және де сезонные работники көрсетілген. Сәйкесінше таңдайтын боласыздар. Қазіргі қызметкерім основной жұмыста отыр. Должность бөлігінде үш бұрыш көрсетілген. Бұл жерде сіздер показать всеға басу арқылы сіздердің штаттық кестелеріңіздегі лауазымдар шығатын болады. Мән беретін жағдай әріптестер. Бұл бөлікте сіздерде қызылмен, және де көкпен көрсетілген. Яғни көкпен көрсетілген лауазымдар, бұл лауазымдар бос екендігі көрініп тұр. Яғни бұл жерден сіздер мән беретін жағдай, толыққанды көк түспен бос лауазымдар, вакансия. Ал қызылмен көрсетілгендер бұл жаңағы оң жаққа жылжыту арқылы сіздер қызметкердің состояниясын көретін боласыздар. Қазіргі уақытта қызметкерлеріңіз
прикомандирование, отпуск по уходу за ребенком болған жағдайда, яғни қазіргі уақытта ғана временно, уақытша бос болған жағдайда осы лауазымдар шығатын болады. Бізге керекті лауазымды сіздер таңдайтын боласыздар. Яғни бұл жерде сіздерде мысал ретінде научный сотрудник деп таңдадым. Келесі кезекте график работы. Бұл жерде біз үшбұрышқа басу арқылы показать всемен жұмыс графигін таңдайтын боламыз. Жұмыс уақытына сәйкес графикті таңдаймыз. Егерде сіздерде бұл жерде сәйкес график болмаса, заявки разработчикке инструкция ішіндегі шаблонды толтыру арқылы жіберетін боласыздар. Яғни бұл жерде мен қазіргі уақытта пятидневканы таңдаймын. Келесі кезекте занимаемый ставок, яғни қанша ставка алатындығын көрсетемін, және де окладын көрсететін боламын. Записать батырмасын басамыз. Записать батырмасын басқаннан кейін документ номер шығады. Енді провести и закрыть батырмасын басатын боламыз. Келесі кезекте записать, закрыть деп басамыз. Қызметкерімізді работник қатарынан іздейтін боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл бөлікте қызметкеріңіз работник қатарына енді. Келесі кезекте қызметкер карточкасына кіреміз. Толыққанды келесі бөлімдерін толтыруға көшетін боламыз. Бұл жерде общий, личные данные, контактная информация, образование, профессиональная подготовка, аттестация деген бөлімдер бар. Бастапқы кезде реттілікпен орындалады, яғни бірінші общий бетін толтырғаннан кейін личные данные бөлігін толтыратын боламыз. Келесі кезекте место рождения. Үш бір нүктеге басамыз. Бұл жерде сіздерде данные по документу және де данные на дату формирования отчета деп көрсетілген. Неліктен бұл екіге бөлінген. Яғни қызметкеріңіз мысал ретінде Абай Семей облыс қаласында тұрады деліп, қазіргі уақытта ол Абай ауданына енген. Алайда бұрында Семей қаласы жаңағыдай Шығыс Қазақстан облысына жататын болған. Бірінші бөлігінде бұрынғы, яғни облысындағы ақпаратты енгіземіз, ал келесі жаңағы қазіргі уақыттағы ақпаратты енгізетін боламыз. Страна бөлімінен сіздер таңдайтын боласыздар, показать все арқылы сіздерде керектісін таңдайсыздар. Қазіргі уақытта менде Қазақстан, Семипалатинсті таңдайын. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде автомат түрде Абай облысы шығады. Сіздер, яғни бұрынғы атауы Восточно-Казахстанская область бөлігінде орналасқандығын көрсетеміз. Район нақты белгіленген жағдайда сіздер осы жерден белгілейтін боласыздар. Келесі кезекте бұл жерде қазіргі уақыттағы атауын таңдаймыз. Қазіргі уақытта Абай облысына енгендігін көреміз. Бұл бөлігі автоматты түрде біріншіге сәйкес толтырылуда. Применить батырмасын басамыз, бірінші бөлігі толтырылды. Қызметкеріңіз пенсионный статусқа ие болса, бұл жерде үш нүктеге басып, пенсионерді галочка қою арқылы пенсионный фондты таңдайтын боламыз. Яғни бұл жерде сіздерде показать всемен барлығы көрсетіледі, алайда қазіргі уақытта барлығы НПФ-қа жататындықтан осы жерден НПФ бөлігін таңдайсыздар. Келесі кезекте периодын таңдаймыз, және де осы жерден применить батырмасын басамыз. Егерде қызметкеріңіз пенсионер болмаған жағдайда осы бөлікті сіздер бос қалдырасыздар. Воинский учет бұл бөлік барлығына толтырылу керек, яғни сіздерде отношение к воинской обязанности. Бұл бөлікте сіздерде үш бұрышқа бассаңыздар, допризывник, призывник, военно обязанный, не военный обязанный болып бөлінеді. Қазіргі қызметкерім менде не военный обязанный болып табылады. Яғни барлық қызметкерге сәйкес өзіне
сәйкес ақпаратты таңдайсыздар. Воинская специальность, егерде военно обязанный болған жағдайда, сіздер осы жерден таңдайтын боласыздар. Военный билеттегі толыққанды ақпараттарды енгізесіздер, яғни группа учета, категория учета, воинский званий, состав. Келесі кезекте сіздерде оң жағына қарасаңыздар, отношение к воинскому учету. Яғни қызметкеріңіз егерде қазіргі уақытта снят болса, яғни жасына қатысты снят с воинского учета по возрасту деген бөлім бар. Сонымен қатар сіздерде егерде денсаулығына байланысты алынған болса, снят с воинского учета по состоянию здоровья деген бөлімдері бар. Яғни керектісін таңдаймыз. Келесі кезекте сіздерде жаңағыдай забронированная организация. Бұл бөліктен сіздер өз ұйымдарыңызды енгізетін боласыздар. Яғни міндетті түрде применить батырмасын басамыз. Келесі кезекте семейное положение. Семейное положение үш бұрышқа басу арқылы сіздерге, яғни толыққанды ақпаратты көретін боласыздар. Яғни бұл жерде сіздерде вдова, вдовец, женат, замужем, не замужем, разведена, разведен, және де холост бөлінген. Әріптестер, сіздер осыған сәйкес таңдайтын боласыздар. Қазіргі қызметкерім тұрмыс құрған, яғни замужем деп таңдайтын боламын. Применить батырмасын басамын. Әріптестер, экранды сызбасаңыздар. Келесі кезекте сведения об инвалидности. Бұл бөлім неліктен толтырылу керек? Яғни қызметкеріңізде инвалидность бар болған жағдайда осы бөлікті толтыратын боласыздар. Яғни бұл жерде сериясын жазасыздар. Номер справки жазу керек болады. Келесі кезекте дата выдачи. Сіздерде қашан берілгендігін көрсетесіздер. Және де группа инвалидности. Келесі кезекте сіздерде бұл жерде бірінші, екінші, үшіншіге бөлінген, осы бөліктен таңдайтын боласыздар. Срок действия справки. Егерде сіздерде сроғы болмаған жағдайда, осы бөлігін бос қалдырасыздар. Инвалидность, яғни сіздерде инвалидность, родитель инвалида с детства, инвалид с детства деген бөлімдер бар. Керектісін таңдайтын боласыздар. Применить батырмасын басамыз. Яғни алдағы уақытта егерде сіздердің қызметкерлеріңізде инвалидності қайтадан өзгеретін болса, бұл жерде историясы бар. Яғни историядан көрінгендей толыққанды ақпарат шығатын болады. Келесі кезекте участник боевых действий. Әріптестер, экранды сызбаларыңызды сұраймын. Келесі участник боевых действий. Бұл бөліктен сіздердің қызметкеріңіз егерде территорияда, яғни Афганистан, Тәжікстан, Ирак бөлігінде болса, осы бөліктерді толтыратын боласыздар. Яғни толыққанды серия удостоверения, номер удостоверения, қай күннен берілгендігін және де қай күннен басталғандығын көрсетіп, применить батырмасын басасыздар. Егерде болмаса, жаңағыдай бос қалдыру керек болады. Место выполнения. Бұл бөлік неліктен толтырылады. Егерде сіздердің мысал ретінде Астанада қызметкеріміз жұмыс істейді, яғни юридическое местоположение мекеменің Астанада, алайда қызметкерім Алматыдан жұмыс істейді. Яғни қызметкерім Алматыда өз біздің мекемемізде істесе, бұл жерде сіздерде место выполнения нақтылап жазу керек болады. Яғни егерде сіздерде қызметкеріңіз өздеріңізде, ұйымдарыңызда ешқандай өзгеріссіз жұмыс істесе, яғни басқа қаладан емес, бұл қазіргі уақытта сіздердің мекемеде істесе, бұл жерде бос қалдырасыздар. Келесі кезекте семья бөлімі, сіздерде мән беретін жағдай, бұл жерде интеграция ЗАГС бар. Яғни интеграция ЗАГС арқылы сіздер қызметкеріңіздің толыққанды семья бөлігіндегі ақпаратын ала аласыздар. Қазіргі алдағы уақытта оған тоқталатын боламын. Және де сіздер өздеріңіз добавить батырмасы арқылы енгізе аласыздар. Яғни мен қызметкерім тұрмыс құрғандықтан супругын жазатын боламыз, яғни күйеуіне. Бұл жерде
иінін тереміз. Дата рождениесін қойып шығатын боламыз. Ендігі кезекте мән беретін жағдай, сіздер егерде добавить батырмасын басып, бірақта толтырмаған болсаңыздар, бұл алдағы уақытта отчетта сіздер мүлдем толтырмағандарыңызды көрсетеді. Сондықтан да егерде бос ұяшықтарды қалдырған болсаңыздар, осы ұяшыққа басу арқылы клавиатурада delete батырмасын басамыз. Яғни delete батырмасын басқан кезде толыққанды жаңа ұяшықтар жойылатын болады. Бос ұяшықтарды солай клавиатурадағы delete батырмасымен жоямыз. Записать батырмасын міндетті түрде басып отыруларыңызды сұраймын. Сол кезде сіздердің ақпараттарыңыз толыққанды сақталып тұрады. Келесі кезекте знание языка, яғни қызметкеріңіз тіл біліктілігіне қатысты толтырылады. Қазіргі уақытта қызметкерім. Бұл жерде сіздер үш бұрышқа басып, показать всеға басуларыңызға болады. Яғни толыққанды тілдерді көріп тұрмыз. Сәйкесінше қызметкерге сәйкес тіл біліктілігін таңдаймыз. Және де степень знания языка тіл білуінің не қатысты, показать всеға басу арқылы еркін меңгерген, сөздікпен аударады, және де оқиды, түсіндіре алады деп үшке бөлінген. Келесі кезекте қайтадан таңдайтын боламыз, яғни бірнеше тілді білу арқылы осы бөліктерді толтырамыз. Ендігі кезекте мән беретін жағдай, яғни көріп тұрғандарыңыздай бұл жерде қызметкеріңізде қазақ тілі, орыс тілі және де ағылшын тілі. Ағылшын тілі, шет тілі болғандықтан сіздерге бұл жерде галочка қойылу керек. Яғни иностранный бөліміне галочка қойылады. Сонымен қатар егерде қызметкеріңізде соған қатысты сертификат бар болса, осы бөлікке басып, показать всемен енгізу керек болады. Яғни бұл жерден сіздер создать батырмасын басу арқылы қызметкердің сертификатын таңдайтын боласыздар. Яғни бұл жерде вид документі сертификат деп таңдаймыз, келесі бөліктерін толтырамыз. Егерде болмаған жағдайда сіздер міндетті түрде галочканы қойып кетулеріңіз керек. Яғни осы бөлікте де сіздер егерде бос ұяшықты енгізіп қойсаңыздар, алдағы уақытта отчеттарыңызда бұл бөлік, яғни мүлдем толмағандығын көрсетеді. Сондықтан да қате енгізген ұяшыққа басамыз, клавиатурадан delete батырмасын басамыз. Записать батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Келесі кезекте контактный информация. Бұл жерде қызметкерге қатысты толыққанды ақпаратты енгізу керек болады. Наименование бөлігінде сіздер, яғни орысша жазамыз, наименование каз бөлігінде қазақша атауын жазуымыз керек. Адрес по прописке физлица. Яғни бұл бөлікте сіздер толыққанды жазуларыңыз керек. Яғни қазіргі уақытта город Астана, улица Акан Сері, улица Бейбарыс Султан, дом 5, квартира 25. Яғни біз осы бөлікте толтырдық, енді осы бөлігін қазақшаға енгізетін боламыз. Астана қаласы, Бейбарыс Султан көшесі,
бесінші үй және де 25-ші пәтер. Яғни көріп тұрғандарыңыздай бұл бөлікте толыққанды толтырдық. Ендігі кезекте адрес проживания физлица. Егер де сіздерде по прописке екеуі бірдей болса, осы бөлікті копировать етіп, яғни көшіріп енгізетін боламыз. Қазақша бөлігінде де осылай толтырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай осы бөліктер толыққанды толды. Енді контактный телефон кандидаты. Яғни қызметкеріңіздің телефон нөмірін жазатын боласыздар. Автоматты түрде қазақша бөлігіне енеді. Электронный почтасын енгізу керек болады. Келесі кезекте, егер де сіздерде служебный телефон физлица бар болған жағдайда осы бөлікке енгізесіздер. Егер де болмаған жағдайда жаңағыдай қызметкеріңіздің өз телефон нөмірін енгізулеріңіз керек. Телефон физлица тағы да енгізетін боламыз. Келесі кезекте служебный, яғни жазылды. Егер де енді адрес электронной почты пользователя. Осы бөлікке де енгізетін боламыз. Толыққанды толтырылғаннан кейін міндетті түрде записать батырмасын басамыз. Келесі кезекте образование бөліміне көшеміз. Бұл бөлікте де мән берсеңіздер интеграция мон. Яғни білім басқармалығынан сіздер интеграция жасай аласыздар. Қазіргі уақытта мен добавить батырмасымен көрсететін боламын. Бұл жерде сіздерде вид образования, яғни қызметкеріңіз егерде жоғары оқу орнын бітірсе, осы жерде высший бөлігі бар. Егерде тек қана мектепті бітірген болса, сіздер тек қана средний бөлімін таңдап, қалған бөлігін толтырмайсыздар. Яғни мектеп білімінен басқа білім болмаған жағдайда, жоғары оқу бөлімі, сіздер средний бөлігін таңдап, записать батырмасына басасыздар. Автоматты түрде толыққанды толтырылғандығы көрсетіледі. Қазіргі уақытта менің қызметкерім, яғни жоғары оқу орнын көрсететін боламын. Бұл жерде форма обучения очное, заочное, вечернее, дистанционное деп бөлінген. Келесі кезекте учебные заведения. Бұл жерде сіздер показать сөмен басу арқылы лауазымын таңдай аласыздар. Учебный, яғни мекемені таңдай аласыздар. Егер де сіздерде поисктенде іздей аласыздар, егер де болмаған жағдайда сәйкес келетін сіздер аласыздарда заявки разработчикке қазақша және де орысша атауын жазып жіберулеріңіз керек. Міндетті түрде жүйеге қосатын боламыз. Қазіргі уақытта қызметкерімнің ақпаратын енгіземін. Келесі кезекте яғни диплом, аттестат, свидетельство деп көрсетілген, соның номерін жазу керек болады. Яғни енгіздік, дата окончаниясын көрсетеміз. Келесі кезекте квалификация. Квалификацияны сіздер әрбір дипломда өзіне сәйкес квалификация жазылатын болады. Яғни сіздер соған қарай толықтыратын боласыздар. Кей квалификацияда лауазым атауы жазылған, кей квалификацияда жаңағыдай бакалавр деп көрсетілген. Сондықтан да мұқият болыңыздар, жаңағы дипломдарына сәйкес толтыратын боласыздар. Ендігі кезекте сіздер астына қарасаңыздар, бұл жерде ползунок көрсетілген. Яғни ползунокты оңға қарай жылжытамыз. Сол кезде сіздерде характеристика, страна, образование по профилю, город бөлімі көрсетілетін болады. Яғни бұл бөліктер міндетті түрде толтырылуы керек. Сондықтан да ползунокты оңға қарай жылжытуларыңызды сұраймыз. Бұл жерде сіздерде характеристика бұл, яғни қай бөлікте қашан толтырылуы керек.
Егер де қызметкеріңіз зарубежный вузда оқыған болған жағдайда, Назарбаев университетінде және де программа болашақта оқыған жағдайда сіздер осы бөлікті толтырасыздар. Қалған уақытта сіздерде осы бөлігі бос болады. Страна, яғни жаңағыдай шетелге оқуға шықса, сіздерде бұл жерде показать все арқылы толыққанды елдер көрсетілген, я? Атаулары. Соны таңдайтын боласыздар. Келесі кезекте образование по профилю. Бұл бөліктен де сіздерге сәйкесін таңдайсыздар. Және де қай қалада мекеме орналасқандығын көрсетесіздер. Оқу мекемесі Астанада орналасқандығын көрсеттім. Міндетті түрде записать батырмасын басамын. Келесі кезекте бізде профиль, профессиональная подготовка. Яғни бұл жерде сіздерде квалификация қызметкеріңізде категориялар бар болған жағдайда осы бөлікке енгізетін боласыздар. Создать батырмасын квалификация болған жағдайда сіздер осы бөлге енгізесіздер. Яғни сертификат қызметкеріне дипломдары бар болған жағдайда енгізіледі. Көбіне бұл бөлікте сертификаттар толтырылады. Яғни біз жерде біз видін таңдаймыз. Видін таңдағаннан кейін сіздерге көрсетілген барлық яшықтарды толтыратын боласыздар. Яғни специальностьке маңызды емес, бастысы осы бөліктерді толтырыңыздар. Егер де сіздерде қиындықтар туындаса, сіздер жұмыс номеріне жаза аласыздар. Яғни қазіргі уақытта менде қызметкерімде ешқандай сертификат жоқ. Соған сәйкес бұл бөлігін бос қалатын болады. Келесі кезекте бұл жерде высшие академические курсы при военных учебных заведениях. Егер де бар болған жағдайда сіздерде осы жерде добавить батырмасын басып, сертификатты енгізетін боласыздар. Аттестация, яғни көбіне мұғалімдер мекемесінде, мектепте қолданылады. Егер де сіздерде аттестация болған жағдайда, сіздер бұл жерде добавить батырмасын басасыздар. Яғни датасын жазасыздар, қай күннен екендігін. Решение комиссияға показать всеға басу арқылы керектісін таңдайсыздар. Аттестация немесе создать батырмасын басып құрайтын боласыздар. Келесі кезекте бұл жерде сіздерде очередная, внеочередная деп екіге бөлінеді. Сол видін таңдауларыңыз керек болады. Егер де қате енгізсеңіздер, делитпен өшіретін боласыздар. Енді академическая учебной степени, учебные звания. Бұл бөліктенде сіздер добавить батырмасын басу арқылы ақпаратты енгізе аласыздар. Яғни академический учебной степени бөлігінде сіздерде магистр, егер де қызметкеріңіз алса, кандидат наук болған жағдайда, доктор наук болған жағдайда осы бөлікті толтыру керек болады. Міндетті түрде таңдайсыздар, қай күннен бастап белгіленгендігін көрсетесіздер, және де вид науки бұл жерде сіздер міндетті түрде толтыруларыңыз керек болады. Яғни бұл жерде толыққанды енгіздік, записать батырмасын басамыз. Келесі кезекте квалификационных характеристики. Яғни сіздің қызметкеріңізде категорияларыңызға бөлінген жағдайда осы бөлік толтырылады. Оны толтыру үшін сіздер қызметкер карточкасынан қазір шығамыз. Міндетті түрде записать, закрыть батырмасын басып отыру керек болады. Квалификационных характеристики енгізу барысы сіздер кадровое дело производства кіресіздер. Келесі кезекте сіздерде прочие бөлімі. Присвоение квалификационных характеристики прочие бөлімінде орналасқан. Бұл жерде сіздерде создать батырмасы бар. Создать батырмасын құраймыз. Вид операции присвоение дейміз. Келесі кезекте отдел бухгалтерии. Яғни сіздерде бұл жерде подразделение отдела бөлімі бар. Сәйкесінше қай отделда бухгалтерия орналасқан, соны сіздер таңдайтын боласыздар. Яғни бұл бөлікте отдел бухгалтерии көрсетілген. Выбрать батырмасын бастық.
келесі кезекте дата получения, қай аралықтан алғандығын көрсету керек болады. Және де дата добавить батырмасын басып, қызметкерімізді таңдайтын боламыз. Автоматты түрде сізде қызметкер фүйесі шығатын болады. Квалификационных характеристики показать всемен басамыз. Ендігі кезекте мән беретін жағдай бұл жерде сіздерде вид категорий. Яғни показать всемен көретін боламыз. Сіздерде педагогический, медицинская категория бөлімдері бар. Егер де сіздерде сәйкесінше керек болса, яғни медицинская категория, соған басамыз. Сіздерде көрсетілген категориялар көрсетілетін болады. Яғни керектісін таңдаймыз. Бұл жерде дата окончаниясын қоямыз. Қашан қойылатын белгіледік. Және де дата заявления қашан болғандығын көрсетеміз. Міндетті түрде записать, провести батырмасын басамыз. Отменить проведениеге басып, дополнительно бөлімінде сіздерде автомат түрде бұл жерде подписантыңыз шығып тұрады, және де отдел планирования и экономики. Егер де сіздерде бар болған жағдайда, сіздер отделдарын таңдайтын боласыздар. Записать, провести батырмасын басамыз. Ендігі кезекте қайтадан қызметкер карточкасына оралатын боламыз. Қазіргі уақытта қызметкер карточкасын аштық. Енді квалификационных характеристики. Көріп тұрғандарыңыздай, жаңағы енгізген ақпарат толыққанды осы бөлікке енгіздірілген. Награды. Қызметкеріңізде егерде мемлекеттік наградалар бар болған жағдайда, бұл жерде добавить батырмасын басу арқылы показать все батырмасын басамыз. Және де наградаларды таңдайтын боламыз. Егер де сіздер поисктен табылмаған наградаларыңыз бар болса, міндетті түрде заявки разработчикке қазақша, орысша атауын енгізіп, сонымен қатар дәлелдеме күйінде файлға жаңағы фотосын жүктей аласыздар. Документті жүктеп, заявкамен жіберулеріңізді сұраймыз. Келесі кезекте трудовая деятельность. Ендігі кезекте мән беретін жағдай. Бұл жерде сіздер толыққанды трудовая деятельность, яғни қызметкеріңіз сіздің ұйымыңызға дейін сізде қандай лауазымдарда отырғандығы бойынша толыққанды ақпаратты енгізетін боласыздар. Яғни сіздер біріншісіне кіретін болсаңыздар, яғни бастапқы документінде қызметкеріміз 2-ші айда жұмысқа келгендігін көреміз, алайда 4-ші айда научный сотрудник болып ауысқандығын көріп тұрмыз. Ендігі кезекте осы аралықта 2 айда қай лауазымда отырғандығын көрсетуіміз керек. Оны көрсету үшін сіздер добавить батырмасын басамыз. Бұл жерде сіздерге сәйкес керектісін таңдаймыз. Толыққанды осы бөлікті толтырасыздар. Местонахождениесін. Келесі кезекте өздеріңіздің ұйым атауын жазатын боласыздар. Яғни сіздің ұйымыңызға бірінші рет алғаш келгенде, жұмысқа орналасқанда қай лауазымда отырғандығын көрсетесіздер. Подразделение, егерде сіздерде бөлімдеріңіз болмаса, бұл жер толтырылмайды. Егерде бөлімі болса, осы бөлігін толтыру керек болады. Вид занятости. Ол кезде қандай болғандығын көрсетеміз. Специалист, яғни оған дейін бұл қызметкеріміз специалист болғандығын көрсетеміз. Яғни 12-сінен бастап қызметкеріміз 2024-тің 4-ші айында 12-сінен бастап қызметкеріміз жаңа лауазымға ауысқандығын көрсеттік научный сотрудникке. Оған дейін, яғни 11-не дейін бұл қызметкер специалист болғандығын көрсетеміз. Ендігі кезекте 10 жағында сіздерде сары яшықтар көрсетілген, яғни бұл бөлікте сіздер қазақша
толтыруларыңыз керек. Яғни ұйым атауын толтырамыз. Бөлімдеріңіз бар болған жерде де қазақшасын толтыру керек болады. Яғни оқу бөлімі. Келесі кезекте лауазымы, я? Специалист, маман. Применить батырмасын басамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде автоматты түрде екінші қатар енгізілді. Яғни сіздердің ұйымдарыңызда алғашқы уақытта специалист болып енген, одан кейін научный сотрудник болып жұмысқа орналасқандығы көрсетілген. Одан кейін, яғни сіздің ұйымыңызға дейін қай лауазымда жұмыс істегендігін сіздер добавить батырмасы басу арқылы енгізе аласыздар. Сонымен қатар получить трудовой договор с еңбек, яғни еңбек порталынан қызметкеріңізге смс келеді 14-14-тен. Сіздер бұл жерде согласие келісімін берген жағдайда автоматты түрде бұл жерде ақпарат шығатын болады. Қазіргі уақытта бұл жерде автоматты түрде шығатын болады. Одан кейін сіздерде получить трудовой договор с ЕМПФ. Алдағы уақытта егерде сіздер жаңағыдай қызметкеріңіздің ЕНПФ бойынша белгілеріңіз келсе, бұл жерге жаңағы батырмаға басамыз. Кейін автоматты түрде бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай қызметкеріңіздің толыққанды ақпараты болады. Получить трудовой договор ИМПФ және де записать трудовой договор ИМПФ деген бөліктер шығып тұр. Яғни сіздер бұл жерде басу арқылы бұл батырмаларға сіздердің қызметкеріңізге смс келеді. смс-пен келісім беру барысында толыққанды осы бөлікте толық ақпарат шығатын болады. Ал егерде получить трудовой договор с еңбек басылған жағдайда сіздерде автоматты түрде данные успешно получены деп шығатын болады да, осы жерде ақпарат енгізіледі. Қазіргі уақытта менің қызметкерім ойдан алғандықтан, яғни бұл қызметкерге қатысты ақпарат мүлдем жоқ екендігін көріп тұрсыздар, яғни бос ұяшықтар көрсетілген. Келесі кезекте, яғни толыққанды толтырылғаннан кейін бұл жерде сіздер, мен жаңағы ақпаратты сақтамадым, сіздер өздеріңізге записать батырмасын басу арқылы сақтайтын боласыздар. Енді совмещение, замещение. Қызметкеріңізде совмещение бар болған жағдайда сіздер замещениемен міндетті түрде толтыруларыңыз керек. Яғни қызметкеріңіздің доп соглашениемен келісім шарт болса, дополнительный 0,5 ставкаға делік, сол кезде сіздер совмещение, замещениені толтыратын боласыздар. Ендігі кезекте отсутствие на рабочем месте алдағы уақытта қозғалатын болады. Келесі қатарлар алдағы уақытта қарастырылады. Оценка деятельности, егерде сіздерде бар болған жағдайда мекемеге қатысты, яғни қай кварталда оценкасы және де сіздерде наименование оценки көрсетілген, бұл жерде сіздер сәйкесінше таңдайтын боласыздар. Егерде сіздерде ондай бөлінулер бар болса, кварталдар мен оценкалар, осы бөлікте сіздер толтырасыздар. Келесі кезекте сіздерде файлы бөлімі бар. Бұл жерде сіздерге мән беретін жағдай прикреплять необходимые, только рекомендательное письмо және де автобиография работника. Яғни сіздерге керекті құжаттар болса, қызметкерге қатысты резюме, автобиография, бұл жерде прикрепить файлға басу арқылы документті жүктей аласыздар. Яғни автоматты түрде сіздерде бұл бөлікте жүктелетін болады. Келесі кезекте сіздерде жаңағы бөлімдер көрсетілген, специальные знания. Бұл қатарда сіздер егерде бар болған жағдайда да добавить батырмасын толтырып енгізетін боласыздар. Яғни бұл жаңағы қойындылар қызметкердің кәсіби және іскерлік жеке құзыреттілігіне туралы ақпараттар.
бар болған жағдайда осы бөлікті толтырасыздар. Резерв, яғни бұл бөлікте де, егер де сіздерде бар болған жағдайда осы бөліктерді толтырасыздар. Әріптестер, микрофондарыңызды өшірсеңіздер. Арыс қаласы. Яғни бұл бөліктерді толыққанды толтырып шығамыз. Для еңбек KZ. Егер де сіздерде өздеріңіздің ұйымдарыңызда әрбір қызметкерге қатысты ақпараттарды енгізілу керек болса, сіздер бұл жерден, яғни еңбек порталына жүктелетін личные качества, яғни қызметкеріңізге қатысты ақпараттарды енгізе аласыздар. Бұл жерде добавить батырмасы бар. Соған сәйкес справочниктен толыққанды еңбек порталынан жүктелген ақпаратты таңдап енгізесіздер. Келесі кезекте, яғни толыққанды толтырылғаннан кейін сіздерде записать, закрыть батырмасын басамыз. Яғни қазіргі уақытта мен сіздерге айтқа кететін жайт, бұл қызметкеріміз декретница. Яғни сіздер бірінші декретницаларыңызды және де директорларыңызды енгізулеріңіз керек. Неліктен? Яғни сіздер бірінші основной қызметкерлеріңізді енгізесіздер, одан кейін декретке жіберу арқылы оның орындағы қызметкерді орналастыруларыңыз керек. Яғни қазіргі уақытта Салимова Камила Жанатовнан декреттік отпускке жіберетін боламыз. Кадровое дело производства ішінде социальный отпуски бөлімі бар. Сіздерде бұл жерде отпуск по беременности и родам, кейін отпуск по уходу за ребенком документтері толтырылуы керек. Яғни отпуск по беременности и родам документіне кіріп, создать батырмасын басамыз. Бұл жерде қызметкерімізді таңдайтын боламыз. Келесі кезекте қызметкеріміз отпуск по беременности и родам қашан заявление жазылғандығын көрсетеміз. Яғни қызметкеріміздің кеткен аралығын көрсететін боламыз. Мысал ретінде заявление 19 жазылған және де 16-сынан бастап 23-нен бастап отпуск по уходу по беременности и родамға кетті. Мән беретін жағдай, біз дата началасын енгізгеннен кейін сіздерде автоматты түрде дата окончаниясы өзі саналатын болады. Яғни 126 күнге кеткендігін көрсетілген, освобождать ставку галочка көрсетілген. Яғни қызметкеріңіздің орнында басқа қызметкерді алатын болсаңыздар, міндетті түрде галочка тұру керек. Подтверждающий документ. Бұл жерде сіздерде лист о временной нетрудоспособности енгізілу керек. Документтің номерін жазасыздар және де қай күннен екендігін жазатын боласыздар. Выйти на работу, егерде қызметкеріңіз декреттен кейін толыққан жұмысқа шығатын болса, яғни отпуск по беременности и родам кейін сіздер галочка қоясыздар. Қазіргі уақытта біздің қызметкеріміз отпуск по беременности и родам, одан кейін отпуск по уходу за ребенком кететін болады. Сондықтан да бос қалдырсаңыздар да болады. Келесі кезекте дополнительно бөлімінде автомат түрде подписан шығады, немесе сіздер бұл жерде үш бұрышқа басып показать всемен қызметкеріңізге сәйкес, яғни бұл жерде сіздің руководствоңыз тұрады. Руководствоңызды таңдайтын боласыздар. ВНД ол сіздің ішкі нормативті документтеріңіз, егерде ұйымыңызда бар болған жағдайда осы бөлікке сіздер құрап шығаратын боласыздар. Келесі кезекте сіздерде записать, провести батырмасын басамыз. Яғни номер приказа бар болған жағдайда сіздер жаңағы ақпаратты енгізетін боласыздар. Записать, провести батырмасын бассаңыздар, бұл қызметкеріңіз толыққанды отпускке кеткендігін көретін боламыз. Яғни отпуск по беременности и родам. Печатный формасынан приказды шығара аламыз. Приказында сіздер көріп тұрғандарыңыздай
приказында қазақша яғни Салимова жүктілікке және босануға байланысты демалыс туралы бұйрық шығатын болады. Келесі кезекте сіздерде орысша атауы шығатын болады. Әріптестер, микрофондарыңызды өшірсеңіздер. Құралай, микрофоныңызды өшіріңіз. Келесі кезекте, яғни сіздер көріп тұрғандарыңыздай бұйрықтар автоматты түрде шығатын болады. Бұл документтің өткендігін сіздер отменить проведение деген бірінші батырма шығады, яғни провести батырмасы басылмайтындай болады. Егер де сіздер қате енгізген жағдайда отменить проведениеге басасыздар. Яғни бұл жерде сіздерде документтіңіздің өткізілгендігі сонымен қатар жасыл галочкадан көрінетін болады. Яғни сіздер көріп тұрғандарыңыздай бүгінгі күнмен жасыл галочкамен сіздердің Салимова КЖ деп көрсетілген. Ал жоғарыда мысалы бұл документ өткізілмеген. Яғни провести басылмағандығын көретін боламыз. Ендігі кезекте сіздер бұл қызметкерді по беременности и родом жібердік. Одан кейін кадровое дело производстводан отпуск по уходу за ребенком. Яғни қызметкеріңіз 3 жылға дейінгі отпуск аралығында осы отпуск по уходу за ребенком документін толтырылуы керек. Қазіргі уақытта енді осы Салимованың орнына қызметкерді біз енгізетін боламыз. Енді кандидаты бөлімінде уақытша осы Салимова Камиланың орындағы қызметкерді енгіземіз. Қазіргі уақытта мен сіздерге загрузочный файлдағы қызметкерді түсіндіре кетемін. Яғни сіздер загрузочный файлды жіберген жағдайда немесе қызметкеріңізді кандидатпен тексеру барысында қызметкеріңіз шыққан жағдайда осылай енгізетін боласыздар. Яғни қызметкеріңіздің жазасыздар. Егер де бар болған жағдайда найти физлицомен автомат түрде карточкасы шығатын болады. Состояниесі кандидатта екенді көрсетілген. Егер де болмаған жағдайда жаңағыдай создать батырмасын басу арқылы құрайтын боласыздар. Ендігі кезекте қызметкерімізде сары яшықтарын толтырып шығу керек болады. Номер договора және де қай аралықтан екендігін көрсетеміз. Яғни 24-нен бастап қызметкеріміз жұмысқа орналасқандығын көрсетеміз. Записать батырмасы міндетті түрде басылу керек. Егер де сіздер записать немесе сары яшықтардың біреуін толтырмаған жағдайда сіздерде жаңағыдай начальная расстановкада қызметкер фиосы шықпайтын болады. Яғни қызметкер фиосы шықпаған жағдайда міндетті түрде осы бөліктерді қайтадан тексерулеріңізді сұраймын. Келесі кезекте бұл қызметкерімізді аламыз, яғни 24-нен бастап наурыздың жаңадан қызметкеріміз енді декретница лауазымын алатындығын көрсету үшін сіздер должностьқа кіресіздер. Келесі кезекте бұл бөліктен қызметкеріңіздің декретницаның лауазымын таңдайсыздар. Көріп тұрғандарыңыздай көкпен көрсетілген бос лауазымдар және де научный сотрудник қызылмен көрсетілген декретница немесе жаңағы уақытша бос орын. Оны нақтылап алу үшін астындағы ползунокты оңға қарай жылжытасыздар. Салимова Камила Жанатовна отпуск по беременности и родомға кеткендігін көрсетілген. Яғни бұл лауазымды таңдаймыз. 2 рет басу арқылы немесе выбрать батырмасын басасыздар. Автоматты түрде сіздерде заменяемый сотрудник шығатын болады. Сол кезде сіздер ставкасын қоясыздар, қанша ставкаға келгендігін. Учебная нагрузкаларыңыз бар болса, яғни сіздерге алдыңғы оқытуда түсіндірген болатынмын, осы бөлікке толтыратын боласыздар. Окладын көрсетеміз. Яғни бұл жерде мен мысал ретінде қазір көрсетудемін.
сіздер өздеріңізге сәйкес енгізесіздер. Яғни көріп тұрғандарыңыздай автоматты түрде бұл жерде занимаемый ставокта шығатын болады. Сондықтан да бұл бөлікті сіздер толыққанды көрсетулеріңіз керек. Записать, провестиге басамыз. Қызметкеріміз записать, провестиге басылғаннан кейін провести, закрытьті басу арқылы қазіргі уақытта кандидаттан работник қатарынан іздейтін боламыз. Записать, закрыть деп карточканы міндетті түрде жабуымыз керек. Енді работник қатарынан іздейміз. Көріп тұрғандарыңыздай Карибаева Малика автомат түрде работник қатарына енді. Ендігі кезекте бұл қызметкерді сонымен қатар штатная расстановкадан көре аламыз. Яғни бұл жерде кадровые документы, штатное расписание кірсек, бұл бөлігінде штатная расстановка. Сіздердің барлық қызметкерлеріңіздің қалай енгізулеріңіз бойынша бұл жерде сіздерде автомат түрде шығатын болады. Яғни сіздер қай лауазымға енгіздіңіздер, штатная расстановкада да сол лауазымда отырғандығын көрсететін болады. Ендігі кезекте бізде қазіргі уақытта отделін табатын боламыз, немесе бұл жерде работниктің фиосын жазу арқылы автомат түрде табуға болады. Яғни бізде көріп тұрғандарыңыздай производственный персонал, учебный центр. Және де заменяемый сотрудник Салимова Камила деп автомат түрде шығып тұр. Яғни Карибаева Малика Салимова Камиланың орнында уақытша отырғандығы көрсетілген. Оң жаққа қарай жылжытсаңыздар, бұл жерде қанша ставка алып отырғандығы толық көрсетілуде. Егер де сіздің қызметкеріңізге енгізген ақпаратыңыз қате болған жағдайда, яғни бастапқы документіне қате енгізсеңіздер, трудовая деятельностіне кіресіздер, қате енгізген лауазымына 2 рет басатын боласыздар. Бұл жерде сіздерде отменить проведение батырмасы бар. Яғни қызметкеріміз основной емес, совместительство болып келді делік. Бұл жерде сіздер сәйкесінше ставкаларын қойып шығатын боласыздар. Яғни сіздер 0,5 пен қызметкеріңізді қабылдаған жағдайда міндетті түрде графигі полный толыққанды жұмыс күнін таңдайсыздар. Алдағы уақытта сіздер табельді құраған кезде толық жұмыс күні жаңағыдай өзі бөлініп 4 сағатқа енетін болады. Яғни 8 сағаттық жұмыс уақытын алатын болсаңыздар, автомат түрде табельде 4 сағат жұмыс істейтіндігін көрсетеді. Записать, провести батырмасын басамыз. Қазіргі уақытта штатное расписанияға оралатын боламыз, расстановкасына. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде ставкасы өзгертілді. Яғни сіздер расстановкада қызметкердің карточкасына, фиосына басу арқылы карточкасына кіре аласыздар. Автоматты түрде бастапқы бөлігінде қай лауазымда кім болып жұмыс істейтіндігі бойынша ақпарат көрсетілген. Ендігі кезекте, егер де сіздердің қызметкерлеріңізде совмещение, замещение бар болған жағдайда не жасау керек? Кадровое дело производствоға кіреміз. Бұл бөлікте сіздерде совмещение, замещение документтері орналасқан. Яғни егер де қоса атқару бойынша доп соглашениемен берілген жағдайда сіздер совмещение, замещение толтырасыздар. Әріптестер мән беретін жағдай. Внутреннее совместительство деген бізде түсінік бар, яғни бұл егер де сіздердің қызметкеріңіз основной бойынша трудовой договор бар, сонымен қатар екінші, яғни 0,5 ставкасына екінші трудовой договор бар болса, ол внутреннее совместительство. Яғни оны прием арқылы қабылдап алуларыңыз керек болады. Ал егер де сіздерде совмещение, замещение бар болса, қоса атқару бойынша доп соглашениемен, онда сіздерге осы документтерді енгізу керек болады.
яғни сіздерге мән беретін жағдай совмещение, замещение, кадровое дело производства ішінде орналасқан. Сіздерді совмещениеңіздің басталуын енгізесіздер. Егер де тоқталған жағдайда сіздерде снятие совмещение документін толтыру керек болады. Дәлме-дәл замещение де соған сәйкес орналасқан. Яғни совмещение, егер де сіздің қызметкеріңіз ваканттық орынға алынған болса. Ал замещение сіздер жаңағы уақытша декреттік орынды 0,5-ін берген жағдайда мысал ретінде сол кезде замещение толтырылады. Яғни создать батырмасын басамыз. Бұл жерде сіздің қызметкеріңізді таңдау керек болады. Мысал ретінде алдық. Келесі кезекте қай лауазымға алады екеніміз соны көретін боламыз, е? Яғни лаборант бұл жерде ставкасы міндетті түрде ставка түрінде алу керек. Егер де сіздер с доплатой деп алсаңыздар, штаттық кестелеріңізде расстановкада бұл бөлік көрінбейтін болады. Ставка деп жаңағыдай ставкасын нақтылап қоясыздар. Кейінгі кезекте график работы міндетті түрде толтырылуы керек. График работы полный рабочий день, яғни толық жұмыс күнін таңдайсыздар. Егер де қызметкеріңіз толыққанды 4 сағат жұмыс істесе күніне, осы лауазымда сіздер жаңағыдай 0,5-ті қойып, толық жұмыс күнін таңдайсыздар. Келесі кезекте правоустанавливающий документ. Бұл сіздерде устав па, приказ ба толыққанды ақпаратты жазуларыңыз керек. Яғни сәйкесінше таңдаймыз номер приказа және де қай күннен берілгендігін қоямыз. Бүгінгі күнмен деп белгілесек, записать, провестиге басамыз. Автомат түрде документ жүктелгендігін көреміз. Міндетті түрде дополнительно бөлімінде сіздерде подписант болуы керек. Печатный форма, яғни сіздерде шығарылады приказ о совмещении. Бұл бөліктен сіздер документті ашып қарай аласыздар. Көріп тұрғандарыңыздай, Ринаттың лауазымдарды қоса атқару туралы бұйрығы көрсетілген, яғни баптармен нақты негіздемеге енгізіліп жазылған. Бұл бөлікте де орысша ақпарат, яғни орысша приказы көрсетілген. Ендігі кезекте бұл қызметкердің жаңағы Ринат деген қызметкерді таңдайтын боламыз. Расстановкадан іздейтін боламыз. Штатное расписание. Бұл жерден сіздер қызметкеріңіздің фиосын жазып таңдай аласыздар. Көріп тұрғандарыңыздай бір основной ставкада жұмыс істейді, электрик болып, және де производственныйда жұмыс істейтіндігін көреміз. Яғни бұл ақпаратты енгізген жағдайда сіздерде совмещение, замещение бөлігінде шығатын болады. Егер де сіздер қате енгізген жағдайда міндетті түрде отменить проведениеге басып, өзгерістерді енгізесіздер. Келесі кезекте сіздер жаңағы кадровый документы штатные расписание бөлімінде қызметкерлеріңіздің орналасуын көріп тұрсыздар, я? Работник бөлімінде бассаңыздар, бұл жерде сызықша тұр. Яғни алфавит бойынша іздегілеріңіз келсе, осы жерде автомат түрде көрсетілетін болады. Көріп тұрғандарыңыздай бұл жерде вид занятости, графигі автомат түрде көрсетілген. Міндетті түрде сіздерге мән беретін жағдай жаңағы подразделениесі мен должности толыққанды дұрыс қызметкерлер орналасуы керек. Келесі кезекте интеграция с другими из. Қазіргі уақытта бізде интеграциялар жүзеге асырылады. Жаңағы айта кеткен интеграция сервисім еңбек KZ, интеграция сервисім BL,
ГБДФЛ, сонымен қатар ГБДФЛ родственники, МНВО және де ЕНПФ болып бөлінеді. Бұл толыққанды ақпаратты сіздер начальный страницадан инструкция бөлімінен ала алатын боласыздар. Яғни ГБДФЛ деген бұл жерде сіздер қызметкеріңіздің толыққанды ақпаратын ала аласыздар. Яғни ГБДФЛ интеграциясына кіру арқылы қызметкеріңіздің иінін тересіздер. Выполнить батырмасын басу арқылы сіздерге қызметкеріңізге 1414-тен хабарландыру кереді. Яғни хабарландыруға келісімін берген жағдайда толыққанды жаңағы загрузочный файлдағыдай автоматты түрде толық ақпараты енгізілетін болады. Көріп тұрғандарыңыздай қызметкердің иіні, толық аты жөні, туған күні, жынысы, ұлты толық ақпараттар көрсетілген. Яғни осы ГБДФЛ арқылы да қызметкерлеріңізді ақпаратын енгізіп, работник қатарына, қызметкерлеріңіздің қатарына енгізе аласыздар. Келесі кезекте жаңағы интеграция ЗАГС. Сіздер жаңағы бөлікте көріп тұрғандарыңыздай қызметкердің семья бөлігіне кірген бетте бізде интеграция ЗАГС батырмасы шыққан болатын. Яғни сіздердің қызметкеріңіз егер де рұқсат берсе, осы интеграция ЗАГС арқылы ала аласыздар ақпаратты. Яғни қызметкеріңіздің карточкасына кіріп, интеграция ЗАГС батырмасына басамыз, автоматты түрде сіздерге интеграция ЗАГС ақпаратындағы бөлік шығатын болады. Сіздер отправить батырмасын басасыздар. Сол кезде отправить батырмасын басқан кезде автоматты түрде қызметкеріңізде 1414-тен хабарландыру керек. Яғни хабарландыруда 511 деп келісім берсе, я деген келісімге 511 деп жазу керек болады. Келісімін берген жағдайда ЗАГС-тен, яғни базасынан қандай ақпарат бар, сол бойынша жүктелетін болады. Қызметкеріңіз тұрмыс құрмаған болса, үйленбеген болса, ата-анасының ақпараты шығады. Егер де тұрмыс құрып үйленген жағдайда, өзінің, яғни күйеуінің немесе жарының ақпараты шығатын болады. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде автоматты түрде семья бөлімі енгізілді. Кейін сіздер физлицо батырмасын басып, қызметкер карточкасынан қайта кірулеріңіз керек болады. Яғни шығып, қайта кірген жағдайда автоматты түрде қызметкеріңіздің карточкасында бұл ақпарат шығып тұрады. Яғни бұл ақпараттар толыққанды көрсетіледі. Сіздерге инструкция ішінде инструкция МНВО бөлімі бар. Сонымен қатар интеграцияларға қатысты ақпараттар толық осы бөлімде орналасқан. Яғни ендігі кезекте бірінші қызметкерімізді біз толыққанды толтырған болатынбыз. Салимова Камиланы қайта көріп шықсақ, бұл жерде общий бөлігі толтырылған, личные данные толық ақпарат енгізілді, контактный информация толтырылып тұр. Жаңағы қайта айта кететін жағдай, егер де қызметкеріңізде білімі мектеп білімі ғана болса, сіздер средний деп қана таңдайсыздар. Ештеңе қалғанын толтырмайсыздар. Қалған бөлігі бос қалуы керек. Егер де жоғары білімі бар болған жағдайда да осы бөліктерді толтырасыздар. Егер де магистратураны бітірген жағдайда да бұл жерде сіздерде показать всемен жаңағыдай категорияларға бөлінген, после вузовской деген бөлімдері бар. Соған таңдап енгізетін боласыздар. Яғни бұл қызметкерімізді енді толыққанды 100% толғандығын, карточкасының толғандығын көру үшін біз қызметкердің карточкасын тексеру барысында отчеты формы бөліміне кіреміз. Отчеты формы бөлімінде сіздерде екі маңызды отчет бар. Яғни информация о наполнении карточки работника. Сіздер алдарыңызға осы жерде жұлдызша
белгілеп кетсеңіздер болады. Және де информация о наполнении личных дел. Қазіргі уақытта информация о наполнении карточки работника кірсеңіздер, яғни бұл жерде сіздердің толыққанды қызметкерлеріңіздің қай қызметкерлеріңізді енгіздіңіздер, сол бойынша ақпарат көрсетілген. Енді Салимова Камила Жанатовнаға мән берсеңіздер, толық 100% толғандығы көрсетілді. Бұл отчет арқылы сіздер бос толтырылмай қалған ұяшықтарды толтырып енгізе аласыздар. Яғни отчетты оңға қарай жылжытсаңыздар, сіздерде жоғарыда общий жаңағы карточкасында толтырылған бойынша көрсетілген. Яғни личный, контактный информация, образование бөлімдері көрсетілген. Ендігі мән беретін жағдай, сіздерде бұл жерде барлығында көбісінде бір сандар жазылған, және де бос ұяшықтар. Яғни егерде сіздерде бұл жерде бос ұяшықтар бар болса, сіздер ол бөлікті толтырмағансыздар деген сөз. Сонымен қатар жаңағы айта кететін Салимова Камила кірейік. Бұл жерде сіздер отчеттың ішінен қызметкердің фиосына басу арқылы, 2 рет басу арқылы карточкасына кіретін боласыздар. Яғни карточкасы ашылды, образование бөлімін сіздер егерде жаңағыдай бос ұяшықты қалдырып кетсеңіздер, бос қатарды записать батырмасын басып, записать закрыть деп басып қалатын болсақ, бұл автомат түрде отчет өзгеріске ұшырайды. Яғни сіздер 8 ұяшықты толмағандығы көрсетіледі. Оны сіздер ползуноктың жылжыту арқылы немесе жаңағы клавиатурадағы стрелкалар арқылы жылжыта аласыздар. Яғни бос ұяшықтарды қарасаңыздар, бұл жерде сіздерде образование бөлімі толыққанды бос көрсетілген. Яғни сіздер бос ұяшықты енгізу барысында өздеріңіз толтырмағандай қалыпта енетін болады. Сондықтан да мұқият болыңыздар. Егерде бос қатарды толтырған жағдайда міндетті түрде өшіріп отыруларыңыз керек. Әріптестер, бүгінгі оқыту бойынша жаңағы осы отчет маңызды, информация о наполнении карточки работника. Өздеріңізге жазып алыңыздар. Келесі кезекте сіздерде екінші отчет, бұл информация о наполнении личных дел. Яғни бұл отчетты да толыққанды тексерілетін болады. Яғни штатная численность, фактическая численность, количество заполненных личных дел, в том числе списочное, деп бөлінген. Яғни бұл жерде сіздерде штаттық кестедегі ставка саны толыққанды бекітілгенге сәйкес көрсетілген. Фактическая численность, яғни қазіргі уақытта 42 адам қызметкер жұмыс істеуде екендігі көрсетіліп тұр, және де 47-сі сіздерде работник қатарында орналасқан. Яғни сіздің декретницаңызда работник қатарында болғандықтан бұл жерде саналатын болады. Сондықтан бұл фактически мен количество заполненных личных дел айырмашылығы сода. Яғни қазіргі уақытта қызметкерлер және де сіздегі толық қызметкерлер саны. Жаңағы 47 қызметкерді сонымен қатар информация о наполнении карточки работникадан көре алатын боласыздар. Яғни бұл жерде біз көріп тұрғандай 47 қызметкер карточкасы енгізілген. Яғни бұл жерде пайызбен шығады. Сіздерге мән беретін жағдай, қызметкеріңіздің ақпаратында иіндер, бейіндер жазылған кезде толыққанды толтырулар бойынша ақпарат, жаңағы 78-де 78 бұл осы бөліктегі отчет бойынша. Яғни егерде сіздерде осы отчет дұрыс 100% толмаса, жаңағы информация о наполнении личных делда да сол пайыз көрсетілген болады. Сондықтан да информация о наполнении карточки работника кіріп, қызметкеріңіздің карточкасын 100% толғандығын көріп отыруларыңыз керек болады. Әріптестер, бүгінгі оқытуға қатысты сұрақтарыңыз бар ма? Алмас ба?
Тыңдап тұрмын, саламатсыз ба? Оқыту жалпы түсінікті, бірақ практика жүзінде екі сұрақ бар еді. Иә, Бірінші тыңдап сұрақ тұрмын. интеграция бойынша образование, трудовая деятельность қолданыста болып жатыр. Иә. Яғни жұмыс жасап отыру. Бірақ ЗАГС бойынша интеграция алынбай жатыр. Қараңыз, ЗАГС бойынша интеграция жүргізіледі. Егер де сіздерде ЗАГС бойынша интеграция жасаған кезде информация выдана болса, яғни толыққанды өткізілген болса, бірақ та ақпарат болмаған жағдайда, яғни ол ЗАГС бөлімінде, отделындағы базасында толыққанды ақпарат жоқ деген сөз. Яғни бүкіл интеграциялар біздегі сол ЗАГС-тан алынады базасынан. Егер де ақпарат бар болса, бұл ақпарат автоматты түрде жүйеге жүктеледі. Егер де сіздердің қызметкеріңізде сол бойынша ақпарат енгізілмесе ЗАГС-тың базасына, меніңше бұл жерде бос болады. Сіз өзіңіз қызметкеріңізден вручную сұрап, жаңағыдай добавитті басу арқылы енгізе аласыз ол бөлігін. Сіз ата-анасы шығады ЗАГС те болмаса басқа туыстары шығады деп едіңіз ғой. Иә. Ол да Жаңағы егер де ол шықпаған жағдайда, яғни бұл ЗАГС-тың базасында жоқ деген сөз. Яғни ЗАГС-тың базасынан алынады барлығы. Бары шыға бермейді деген сөз ғой жерде бүкіліне. Толыққанды шығады, егер де ЗАГС-тың базасында бар болса. Одан кейін екінші жаңағы қос атқару доп соглашение бойынша бос орынға көрсеттіңіз. Егер де уақытша болмаған жұмыскерді алмастыру уақытына болса, қандай да бір ерекшелік бар ма? Сол жайында көрінбеді. Замещение деп көрсеттіңіз, замещение көрсеттіңіз да. Қараңыздар, егер де замещениеді дәл солай толтырылады, яғни замещение жаңағы сіздердің бос емес, қазіргі уақытта уақытша бос лауазымды таңдаған кезде ол орындалады, иә? Қазір мысал ретінде ала кетейін. Бұл жерде сіздерде должность таңдаған кезде көріп тұрғандарыңыздай қызыл түсті лауазымдар автоматты түрде шығады. Яғни состояниесін көре аласыз. Қызметкеріңіз отпуск по беременности и родам, временная нетрудоспособность, командировкаға кеткендігі көрсетіледі, иә? Бұл жерде сіздер дәл солай толтырасыздар. Көп рахмет, түсінікті. Сау болыңыз. Егер де қызметкеріңіз внутренний совместительство болса, ол уже басқа документпен толтырылады. Қазіргі уақытта основной қызметкерлеріңізді толтырыңыздар, әріптестер. Сұрақтарыңыз бар болса, әріптестер, қойсаңыздар. Штаттық кесте, тыңдап тұрмын. Мына жерде информация наполнение личных дел бар ғой, соны ашсам менде штатым 130-да 25 болып тұр да, а біздің қазіргі штатымыз 127-де 25. Отчеты формыдан бөлімнен ба сізде? Иә, отчеты формыдан бөлімінен. Енді бұны біз вручную өзгертеміз ба, или қалай болады? Жоқ, бұл жерде штатная численность айтып тұрсыз ба? Иә, штатная численность бізде қазір 127-де 25, да? Ал алдыңғы изначально 130-да 25 болған. Енді бізде мына жерде сол күйінде тұр да, бұрынғы штат бойынша. Осыны қалай өзгертеміз? Сіз жұмыс номеріне жазыңызшы. Яғни қараңыз, бұл жерде менде штатная численность 159 деп көрсетілген, иә? Және де штатная расписанияға кірсем, мен расстановка емес, расписанияны қараймын. Расписанияде менде де 159 көрсетіліп тұр. Яғни екеуі осы бөліктен жаңағы отчетқа автоматты түрде жүктеледі. Онда екеуі бөлінуі болмайды. Егер де сіздің штаттық кестеңіз өзгеріске енген болса, жаңағы осыған сәйкес бұл бөліктерде автоматты түрде шығуы керек. Яғни екеуінде разногласие болмау керек, әртүрлі болмау керек. Штатный расписанияда, расстановкадан емес, штатный численностьтен көру керек дейсіз ба? Иә, штатное расписание мен расстановканың айырмашылығын айта кетейін, әріптестер, мұқият тыңдасаңыздар, иә? Бұл жерде сізде расписание деген, ол сіздің бекітілген штаттық кестеңіз. Яғни сіздің қолыңыздағы бекітілген штаттық кестеңіз жүйеде дәлме-дәл осы жерде орналасу керек. Яғни сіздерде егер де бөлімдеріңіз бар болса, осылай папкамен көрсетіледі. Оның ашып, жаңағы ішіндегі астында лауазымдар шығады. Көк сызықшамен ол лауазымдары. Ал папкамен тұрғандар ол бөлімдері болып табылады.
егер де сіздерде бөлімдер ұйымдарыңызда болмаса, тек қана лауазымдар реттілікпен кетсе, штаттық кестеде, меніңше ол жаңағыдай бөлімі де лауазым атауы да қайталанып келеді. Мысалы, бұл жерде сіздерде қазіргі уақытта мен көрсетілгендей руководствоның ішінде директор, заместитель директорлар отыр, Ал егер де сізде бекітілгенде қалай орналасқан, егер де сіздерде сондай бөлім бар болса, осылай орналасады. Егер де бөлімсіз штаттық кесте болса, тек қана лауазымдармен, меніңше бұл директор папка үстінде де директор деп жазылатын болады. Соны мұқият қараңыздар. Егер де бөлімдеріңіз қате болса, жаңағыдай шаблонды толтырып, заявкамен жіберу керексіздер. Оны дұрыстау керек бойынша. Мен қазір штатный расписаниені ашып көріп отырмын да, бұнда да 130-да 25 болып тұр екен. Енді бұны қалай өзгертеміз? Сіз жұмыс номеріне жазыңызшы. Мен Бізге қайтадан жазайын тексеретін боламын. көрсетіп Өйткені мен берсеңіз. қазіргі уақытта сіздің жеке ақпаратыңызды бүкіліне көрсете алмаймын. Бұл уже конфиденциально. Болды, хорошо, сізге жазам. Рахмет. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Интеграция жасайтын кезде каждый раз жаңағы сотрудниктің келісімі арқылы 14-14-тен сообщение келіп тұра ма сонда? Сіз өзіңіздің қызметкеріңіздің ақпаратын егер алғыңыз келсе, жаңағыдай келісім бойынша жасалынады. Өйткені бұл ақпараттар жаңағыдай тексерістен өткізіліп, келісім берген жағдайда ғана берілу керек. Ал Жеке ақпараты болса. Ал егер де сіздің қызметкеріңіз өзіңізде құжаттар болса, сіз өзіңіз вручную добавить батырмасы арқылы енгізе аласыз. Интеграциясызда. Анау трудовой деятельность деген кезде трудовой бүткіл бұрынғы бірінші жұмысынан бастап барлық жұмысты енгізу керек па? Қараңыз, трудовая деятельность, жоқ, жоқ, трудовая деятельность міндетті түрде қазір. Трудовая деятельность міндетті түрде сізде қызметкерлеріңіздің толыққанды қай аралықтан сізде бірінші жұмыс істегендігін көрсетеді, бірінші қатар ол қазіргі уақыттағы лауазымы тұру керек. Келесі қатарда сіздерде оған дейін, яғни сіздің ұйымыңызда бәлкім ол қызметкер бастапқыда жұмысқа келгенде специалист болды, одан кейін қазір уақытта старший специалист деп бөлінді делік. Яғни көтерілген болатын. Болса, сіздер бұл жерде добавить батырмасын басу арқылы енгізесіздер. Мысал ретінде жаңағы бұл қызметкеріме научный сотрудник. Бұл жерде ол қызметкерім екінші айда келген 2024-тің. Алайда жаңағы 4-ші айда жаңа лауазымға научный сотрудникке ауысты, көтерілді переводпен. Ендігі кезекте не жасау керек? Мен добавить батырмасын басамын. Бұл жерде сіз өзіңіздің ұйымыңыздағы ақпарат жазасыз, местонахождениесін. Мен қазір мысал ретінде ала салам, рұқсат болса. Бұл жерде мысал ретінде алдым. Организация. Сізде ұйымыңыз қалай аталған? Дәл-ме-дәл осы бөлікте сіздер ол ұйым атауын жазу керексіздер. Яғни организацияны жаздық. Бейін организация, ұйымыңыздың бейін жазасыздар. Келесі кезекте бөлімі бар болса жазамыз, болмаса бос қалдыра аласыздар. Яғни мен қазір бұл жерден толтыра кеттім. Яғни дата начала қызметкерім специалист болып жұмысқа орналасты. 11-не дейін, 11-і включительно. Яғни толыққанды осы лауазымда специалист болып жұмыс істегендігін көрсетемін. Қазақшасы міндетті түрде толтырылу керек. Алдағы уақытта өйткені сіздер құжаттаманы шығарған кезде автомат түрде шығатын болады. Және де бұл жерде мән беретін жағдай, сіздер применитқа басасыз, автомат түрде осы қатар шықты, Ендігі кезекте бәлкім сіздерде стажға қатысты бөлінулер бар болған шығар. Общий стаж, стаж по специальности
егер де бөлінулер бар болса, бұл жерде применитқа басып белгілеп өтесіздер. Бұл жерде яғни қазір қызметкеріме қайта кірейін карточкасына. Ставкасы Трудовая өзгеру. деятельности көріп тұрғаныңыздай бұл жерде стажы өзгертілген. Яғни сіздің қызметкеріңіздің бастапқы лауазымы научный сотрудник болған, специалист болған, кейін ол научный сотрудник болып қазір жұмыс істеуде. Яғни бұл екінші квартал ұйымдары қазіргі уақыттағы қызметкеріңіз начальный расстановкада енгізген кезде қазіргі уақытта қай лауазымда отыр, сол ақпаратты енгізу керексіздер. Және де дата перевода, яғни сол ақпаратты енгізесіздер. Егер де қызметкеріңіз бір лауазымда сіздің ұйымыңызда әлі күнге дейін жаңағыдай бір лауазымда істесе, дата приема мен дата перевода қайталап жазасыздар. Яғни бұл бөлікте 06-02-2024 деп. Кейін записать, провестиге басқан кезде автоматты түрде шығатын болады. Сіз одан кейін өзіңіздің ұйымыңызда толтырғаннан кейін сіздің ұйымыңызға дейін қай ұйымдарда жұмыс істегендігі бойынша осы жерде сіз толтыруыңыз керек. Міндетті түрде кіші әріппен жазылу керек. Неліктен бұл ақпаратты мен қазір айтудамын. Сіздерде печатный форма қызметкер карточкасында печатный формасы бар, яғни послужной список на казахском месте, справка с места работы, справка кандидата деп бөлінген. Егер сіздерге послужной список керек болса, бұл жерде сіздерде яғни толық ақпарат енгізген бойынша шығатын болады. Яғни специалист учебный отделда болғандығы көрсетілді, одан кейін научный сотрудник болып қазіргі уақытта жұмыс істейтіндігі көрсетілуде. Сондықтан да бұл бөлікті сіздер толыққанды толтырасыздар. Яғни получить трудовой договор с еңбек дегенді басу арқылы автомат түрде сізде негізі ақпарат шығатын болады. Тек қана ішіне кіріп, жаңағы ішіндегі бөліктерін дұрыстап жібересіздер. Кіші әріппен жазып дегендей. Осы бөліктерді толтырасыздар. Түсінікті ме осы бөлік бойынша? Послужной списокті алған кезде біздің мекеме ғана шықты ғой, жаңа сіз көрсеткеніңіз. Жоқ, енді мен оған дейінгілерді енгізген жоқпын ғой. Мен сіздің мекемеңіз анық. Біз өзімізді мекеме... Алло. Даусыңыз жоқ болып кетті. Яғни, егер де сіз оған дейінгілерді енгізсеңіз, бұл бөлікте. Біздің мекемеге дейінгілерді өзіміз енгізуіміз керек па? Иә, өздеріңіз енгізесіздер. Осы жерде енгізген жағдайда автоматты түрде шығатын болады. Сіздердің ыңғайларыңызға бұл жерде сіздерде получить трудовой договор с еңбек деген батырма бар. Тездету барысында осы батырманы басып тездете аласыздар. Жұмыс тездетіледі. Және де получить трудовой барлығын. Бұл ақпарат негізі енгізілу керек. Мен сіздерге нақты осыны жаса деп айтпаймын. Алайда толыққанды енгізілу керек. Неліктен? Өйткені бұл жерде сіздердің қызметкеріңіздің общий стажы саналады. Біріншіден, екіншіден отчеттарда шығатын болады. Яғни тексеріс болған жағдайда бұл жерде қай ұйымда қызметкеріңіз жұмыс істегені бойынша отчеттар бар. Яғни сол отчеттардан тексерілетін болады. Сондықтан да толыққанды толтыруға тырысыңыздар, әріптестер. Саламатсыздар, кешіресіздер, сұрақ бар еді. Иә, тыңдап тұрмын. Бізде ертең трудовой книжканы толтыратын кезде алдында колхоз, совхоздарда қара жұмысшы болып істегендер барлығын енгіземіз бе, көрсетеміз бе соны? Қараңыздар, 1998 жылға дейін қызметкердің бейіндары болмаған. Алайда сіздерде трудовой книжкаларыңызда бұл ақпараттар барлығы толтырылып тұр, иә? Сіздер барлық қандай ақпарат бар трудовой книжкадағы, соны осы бөлікке енгізулеріңіз керек. Яғни қызметкеріңіз еңбек шартымен жұмыс істесе, бұрындағы жұмыс қатарларын толтырып шығу керексіздер. Ол міндетті түрде толтырылу керек. Сосын ішінде мынандай несі бар, бір мекемеде істеген, просто мекеменің атауы өзгерген, либо ауданның атауы өзгерген.
Мгм. Иә, оларды қалай қылады екенбіз, оны Яғни өзгерген өзгерістерін енгіземіз ба? толыққанды енгізу керексіздер. Яғни сіздерде атау өзгергеннен кейін де жаңағыдай реорганизация болады ғой. Сол кезде де сізде осы жаңа қатармен енгізу керексіздер. Сіздерде реорганизация болған кезде қызметкеріңіздің жаңағы аралығы, жұмыс аралығы да өзгереді ол. Яғни сіздің қызметкеріңіз осы аралықта істеді, кейін жаңа атаудан өзгеріске ұшырап, переводпен немесе жаңағыдай өзгертілгендігі бойынша ақпарат болу керек. Бұл сіз қазіргі уақытта кадрлық сұрақты қоюдасыз. Яғни толық ақпарат қандай бар, соны сіздер осы бөлікке енгізу керексіздер, әріптестер. Рахмет, түсінікті. Мгм. Саламатсыздар. Сұрақ Саламатсыз қойсам ба? болар ма екен? Тыңдап Бізде тұрмын. мекемеде изменение графика работы предприятия болды да. Время Иә, обеда сокращенное. Мен өткенде заявки разработчику жібердім да, распределительде тұр, бірақтан ответ әлі келмеді. 4 күн өтті. Соны қалай қараңыз, ол өзгертсем болады? әлі қарастырылуда деген сөз, иә. Қазіргі сіз шаблонды толтырып жібердіңіз ба? Шаблон толтырмадым, мен соны түсінбедім да, а былай Қараңыз, общий толтырды. общий сіздер шаблонсыз жаңағы сіздің заявкаларыңыз қабылданбайды. Неліктен? Бізде өйткені арнайы шаблон бар. Графики работы. Сіздерде графиктеріңіз егерде қатарларында болмаса, шаблон графики деген инструкциядан жүктеп аласыздар. Бұл жерде ашып көрсетейін, иә. Бұл жерде сізде толыққанды 5-дневка, 6-дневкаға дейін толық ақпараттар көрсетілген, иә. Егер де график сменный болса. Және де осыны толтыру бойынша сіздерде видео инструкция бар. Яғни сіздің егер де түсінбесеңіз, осы видео инструкцияны қараңыз. Бұл жерде сіздерде видео инструкция, заполнение шаблон графики работ, орысшасы тұр, және де қазақшасы. Осыған кіреміз. Осы жердегі сілтемені браузерге салсаңыз, автоматты түрде видеоға кіретін боласыз. Яғни осы видеоға кіріп көрсеңіз болады. Жақсы ма? Яғни осы шаблонды сіз міндетті түрде толтырып жіберуіңіз керек. Онсыз жаңағыдай заявка қабылданбайды. Хорошо, түсіндім, рахмет. Сұрақтарыңыз бар ма? Сіздерге бүгін жаңағы карточканы толтыруға қатысты видео жіберетін боламын группаға. Барлықтарыңыз жаңағыдай начальный расстановкадағыдай толтыру бойынша көрсетілген. Сол видеодағы қарап жасай аласыздар. Әріптестер, егер де сіздер бастапқы документінен қате кетсеңіздер, міндетті түрде сіздерде жаңағыдай өзгертуге әлі уақыт бар. Яғни бір аралық сіздерге беріледі, 2 ай көлемінде қателеспесем. Сол 2 ай көлемінде сіздер толыққанды қателеріңіз бар болса, отменить проведениеге басып, осы бөліктерді дұрыстай аласыздар. Яғни ставкасынан қате кетсе, немесе лауазымын қате таңдасаңыздар, жаңағыдай осы бөлікке кіріп өзгерте аласыздар. Сонымен қатар, егер де сіздер документтерді жоғалтып алсаңыздар, работник қатарынан қызметкеріңізді, сіздер кадровое дело производства бөлімінде начальная штатная расстановка деген документ бар. Оған да жаңағыдай жұлдызша деп қол қойсаңыздар болады. Яғни бұл жерде жасыл галочкамен ол документтер өткізілген. Егер де жаңағыдай отменить проведениеге басып жоғалтып алсаңыз, қызметкерлер қатарынан жаңағы қызметкеріңізді сол осы бөліктен табатын боласыздар. Документіне кіріп, қайтадан тексеріп шығасыздар да, записать провестиге бассаңыздар, автомат түрде работник қатарынан шығатын болады. Яғни жоғалтып алған жағдайда осы кадровое дело производства, начальная штатная расстановкаға кіріп табатын боласыздар. Суретті енгізу міндетті ма? Иә, бұл жерде сіздерде фото енгізілу керек. Яғни сіздер толыққанды осыны толтырып болғаннан кейін, сіздер бұл жерде фото не загружено дегенге басасыздар. Бұл жерде JPEG форматта, яғни удостоверениеға, паспортқа толтырыла фотоға түсетіндей фото болу керек.
сіздерде артқы фонда ешқандай болмау керек, селфи деген болмау керек. Бір ұйым мысалы қате фото жіберген смайликті ғана қойып қойған, олай болмайды. Өйткені бұл сіздерде отчеттарыңыздарда печатный формада да шығатын болады. Сондықтан да бұл жерде фотоны дұрыс қойсаңыздар. Осы бөлікке жаңағыдай JPEG форматта енгізетін боласыздар. Бір рет басасыздар, фотоны таңдайсыздар да открыть басмасын бассаңыздар, автомат түрде шығатын болады. Менде сұрақ бар еді. Мына уволенный қызметкерлер бар ғой. Мысалы, увольнять етеміз, трудовой договорды расторгать етеміз, солар сонда да мына начальный штатный расстановкадан шығып тұра ма олар? Ол дұрыс па или қалай? Жоқ, сіз ол қызметкерлерді енгізбейсіз ғой қазіргі уақытта. Егер де алдағы уақытта қызметкеріңіз увольнение болса, сіздер кадровое дело производства ішінде расторжение, прекращение деген екі документ бар. Соған сәйкес, сіздің документіңіз қандай, соған сәйкес толтыратын боласыз. Оған қатысты сіздер начальный страницаның ішінде видео нұсқаулық бар, сол бөліктен көре аласыз. Алайда қазіргі уақытта сіздегі мақсат ол қазіргі работниктеріңізді енгізуге. Яғни уволенныйды қазір сіз енгізбейсіз. Қазіргі уақытта сіздің штаттық кестеңізде кім жұмыс істеуде, соны енгізіп шығасыз. Жақсы ма? Бұл жерде қазір расторжение. Мысал ретінде бұл жерде расторженияға көрсетілген. Расторжение мен прекращенияның документтері екеуі толтыруы бірдей. Сондықтан бір түсініктеме. Яғни Болмаса менде бір сұрақ бар еді. Тыңдап тұрмын. Біздегі бір қызметкерлер негізгі жұмысы бізде емес та, бізде 0,5-пен істейді да. Соны совмещениемен қабылдап аламыз ба жұмысқа? Сізде совместительство. Әріптестер, мән беретін жағдай, основной ұйымы басқа жерде болып, сізде де істесе, ол совместительство болып табылады. Ол внутреннее совместительство емес, совместительство деп қабылдайсыз. Егер де работник қатарынан сіздерде жаңағыдай иінмен тексерген кезде уже работает деп шықса, және де сізде совместительство болса, ол жерде сіз кадровое дело производства прием на работу арқылы енгізетін боласыз. Яғни сіз создать батырмасын басасыз, бұл жерде кандидаты бөлімінен қызметкеріңіздің фиосын тауып аласыз. Егер де бұл жерде қызметкеріңіздің фиосы шықпаса, создать батырмасы бар, яғни создать сотрудника из ЕКС. Қызметкеріңізді осы жерге фиосын қайтадан жазатын боласыз. Бұл жерден, яғни қызметкеріңіз көріп тұрғандай, фиолар шығып тұр. Автомат түрде керектісін таңдайсыз да, өзіңіздің қызметкеріңіздің записать и закрытьқа басасыз. Кейін сол қызметкеріңізді таңдайтын боласыз. Бұл жерде автоматты түрде осы бөліктен шығатын болады. Мысал ретінде мен қазір таңдадым. Бұл тестовый база болғандықтан мен мысал ретінде көрсетудемін. Яғни сәйкесінше лауазымын таңдайсыз. Кейін ставкасын қойған кезде міндетті түрде жаңағы ставкасын 0,5 екендігін көрсетесіз. Графигін толыққанды жұмыс күнін қоясыз. Неліктен толыққанды, яғни сіздің қызметкеріңіз 4 сағат жұмыс істесе, соның сағаты табиде алдағы уақытта автомат түрде 0,5 болып саналатын болады. Және де видна сіз совместительство деп қабылдайсыз. Міндетті түрде основаниясын толтырасыз. Және де срок действиясын толтыру керек болады. Әріптестер, бұл документті қай уақытта толтырасыздар? Бұл документ тек қана егерде қызметкеріңіз совместительство болса, немесе внутренний совместительство болғанда жағдайда ғана толтырасыздар. Барлық қызметкерлерді қалғанын барлығын начальная расстановкамен қабылдауларыңыз керек. Өйткені бастапқы уақытта сіздер
өздеріңіздегі қызметкерлеріңізді енгізулеріңіз керек, иә. Яғни қазіргі уақытта сіздер толыққанды қызметкерлеріңізді енгізіп шығасыздар. Сіздерде бұрыннан жұмыс істеп жатқан қызметкерлер осы бөлікке енуі керек. Алдағы уақытта сіздерде бір айдан кейін тағы да жаңа оқыту болады. Оған дейін сіздер толыққанды қызметкерлеріңізді енгізулеріңіз керек. Яғни осы аралықта толық енгізіп шықсаңыздар, өздеріңізге ыңғайлы, жеңіл болады. Мен сіздерге бүгінгі оқытуға қатысты начальная расстановка мен қызметкерді қабылдау бойынша видеоны жіберетін боламын. Сонымен қатар, егер де сіздерде загрузочный файлдарыңызды жіберетін болсаңыздар, жаңағыдай заявки разработчикке жібересіздер, сол бөліктен қарап енгізетін боламын. Егер де сіздер загрузочный файлды жібермесеңіздер, өздеріңіз кандидаты бөліміне басып, бірінші қызметкердің иінін теріп, найти физлицомен тексересіздер, бәлкім ол кандидат бөлімінде болар. Немесе егер де болмаған жағдайда создать батырмасын құрайсыздар. Міндетті түрде әріптестер, егер де қараңыздар, мысалы, мысал ретінде көрсетудемін, иә. Яғни сіздер бұл бөліктерді толтырған жағдайда осы тек қана бөліктерді толтырсаңыздар, қазір уақытта мен мысал ретінде көрсеткендіктен записайтқа басып принять. Бұл жерде сіздерде принять на работу батырмасын бассаңыздар, қалған бөлігін толтырмай, бұл ошибка болып табылады. Сол кезде сіздің қызметкеріңіздің фиосы шықпайтын болады. Сондықтан да автоматты түрде жаңағы қызметкердің толық фиосы шығу үшін міндетті түрде сіздер барлық аралықты толтыру керексіздер. Яғни бұл бөліктерді толтырмасаңыздар, сіздерде начальный расстановкада қызметкер фиосы шықпайтын болады. Яғни сіздерде записать батырмасы басылу керек, және де осы толық сары яшықта толтырылу керек. Онсыз егер де сіздерде толтырсаңыздар начальный расстановканы, ол кезде фиосы шықпай қалады. Яғни әріптестер, сонымен қатар сіздерде қазіргі уақытта мен сіздерге көрсетудемін, иә. Бұл жерде сіздерде автомат түрде менде удостоверение гражданства шығуда. Алайда сіздерде тек қана жаңағыдай осы национальностьқа дейін көрсетілетін болады. Ал удостоверение бөлімдерін сіздер қызметкерді қабылдағаннан кейін автомат түрде шығады. Яғни тек қана сары яшықтар сіздерде қандай шығуда, соны ғана толтыруларыңыз керек. Бұл бөлікте сіздерде видеода жібергенде де осы болады, өйткені менде админдік права болғандықтан, ол автомат түрде менде көрсетілуде. Сіздерде бұл бөлігі скрытый, яғни жасырын болады. Сондықтан да осыдан шошымаңыздар, қорықпаңыздар, менде жоқ деген сұрақтар болмасын. Сіздер тек қана осы сары бөліктер қандай көріп тұрсыздар, толыққанды толтыру керексіздер. Договор номеріне дейін. Егер де сіздер осы бөлікті толтырып алдыңыздар, делік, осылай толтырдыңыздар, записать закрытьқа бассаңыздар, болды, сіздер қызметкерді қайтадан құрамайсыздар. Сіздер бұл жерден иін арқылы іздеп табасыздар. Яғни сіздің ақпаратыңыз толыққанды енгізгеніңіз сақталады. Сосын кешіресіз, тағы бір сұрақ бар еді. Тыңдап тұрмын. Сайтқа бірнеше компьютерден кіріп толтыруға болады ма екен? Қараңыздар, сіздерге қанша учетка берілген, сол учетка арқылы кірулеріңіз керек. Яғни сіздер договор жасасқанда қанша учеткаға жасайсыздар, сол бойынша кіресіздер. Бір уақытта барлығы бір учеткадан кіруге болмайды. Бұл нарушение. Яғни олай болмайды. Яғни егер де сіз мысалы жұмыс жасап, сосын жүйеден шыққар кезде
өзіңіздің фиоңызға басып завершить работуға баса аласыз. Одан кейін басқа компьютерден отырып жасай аласыз. Бірақ та міндетті түрде әріптестер фиоға басып завершить работуға басу керексіздер. Яғни егер де сіздерде бір пользовательден бірнеше қызметкер кіріп отырғандығы болса, бір уақытта осы завершитқа басылмай, бұл отчеттан тексерілетін болады. Егер де бір аралықта барлықтарыңыз отырған жағдайда, жаңағыдай бұғаттап тастауы да мүмкін. Сондықтан да әріптестер ондай іс-әрекетке жасамаңыздар. Яғни, сіз егер де жұмыс жасаймын десеңіз, жұмысыңыз жасайсыз, сосын шығып, завершить работу мен басып шығатын боласыз. Кейін басқа компьютерден кіріп отырсаңыз болады. Бірақ та бір уақытта барлығы кіре алмайды бір учеткадан. Түсінікті ме? Түсінікті, рахмет сізге. Яғни әріптестер, бұл бөлікте сіздерде толыққанды қызметкерлердің фиосы шығатын болады. Міндетті түрде көріп тұрғандарыңыздай, бұл үлкен қателік. Егер де сіздерде бастапқы бөлігінде пробел болса, немесе бір фио жазғаннан кейін 2-3 пробел қойсаңыздар, ол да қателік болып табылады. Сондықтан да удостоверениясында қалай қызметкердің фиосы жазылған, дәлме-дәл осылай жазылуы керек. Барлығы бірінші әріптері ғана бас әріптен жазасыздар. Егер де сіздерде алдағы уақытта қызметкеріңіздің жаңағыдай фиосы өзгеретін болса, тұрмыс құрған жағдайда сіздерде сменить деген батырма бар. Бұл жерде сіздер сменить деп фамилиясын өзгертіп, периодын жазатын боласыздар. Применить батырмасын басқан кезде автомат түрде историяға кететін болады. Яғни бастапқы ақпараты кейін одан кейінгі өзгеріске ұшырағандығы бойынша көрсетіледі. Удостоверениеда да дәл солай. Егер де штат қызметкеріңіздің удостоверениясы срогы біткеннен кейін бұл историяда қалады. Сіздер бұл жерде создать батырмасын басу арқылы жаңасын енгізетін боласыздар. Егер де барлығы түсінікті болатын болса, әріптестер, бүгінгі оқытуды аяқтаймын. Қазір WhatsApp группаға сіздерге видео жіберемін. Яғни сол видеоға қарап, сіздер қызметкерлеріңізді өз жұмыс орнына орналастыруларыңыз керек болады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар. Барлық сұрақтарыңызды жұмыс номеріне жазсаңыздар болады. Реттілікпен жауап беремін. Рахмет сізге. Видео толығымен болатын шығар сіздерде? Видео сіздерде жаңағы начальный расстановканың түсініктемесі болады. Сонымен қатар сіздерде начальный страница бөлімінде келесі кезектегі документтер бар, яғни сіздерде егерде шаблон график работы қате болса, сол шаблон толтыру бойынша, сонымен қатар штаттық кестеңіз қате болса, сол шаблонды толтыру бойынша түсініктемелер осы инструкцияда көрсетілген. Сонымен қатар бүгінгі замещение, совмещение документтері, прием на работу. Яғни прием на работу, әріптестер, мұқият болыңыздар. Совместительство мен тек қана внутренний совместительствоға ғана жасалынады. Қалған начальный основной жұмысына сіздер начальный расстановкамен жасауларыңыз керек. Бұл отчеттан барлығы тексеріледі. Сондықтан да жаңағыдай баппен, реттілікпен жасауларыңызды сұраймын. Жақсы, әріптестер, назарларыңызға рахмет, қосылғандарыңызға ризамын. Сау болыңыздар.